Сәлем алтын көрермендерім, бүгінгі видеода көбіне қыз келіншектерге, жас аналарға арналған әдісті көрсетейін деп жатырмын. Егер сіздің кеудеңіз ісіп, ауырып, салқын тисе кеудеңізге осы әдісті жасап көріңіз. Бұл әдісті мен көбіне өзім жасаймын, өз тәжірибемнен шыққан әдіс. Достар, каналыма тіркеліп, лайк басып және кері байланыс беріп отырыңыздар. Және де қоңыраушаны басып қойыңыздар. Мен әр шыққан видеомды бірінші болып көретін боласыздар. Достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Ол біздің канал үшін өте маңызды. Ол үшін кәдімгі қарапайым нанды аласыз. Ұн мен су араласқан ғой, бешбармаққа арналған. Яғни ұн мен су араластырасыз да, осылай домалақтап қоясыз. Бұны мен морозильникке салып қойдым, осылай дайындап. Енді осыны дәл осылай пісіріп аламыз 180 градуста. Осылай пешке салып пісіріп аласыз 180 градуста. Нанымыз дайын болды, осылай қызарған кезде аласыз. Осы алған нанды орамалмен кеудеңізге басасыз. Басқаннан кейін массаж жасап жіберіңіз. Жібітеді, яғни қатып қалған сүтті жібітеді кеудеңіздегі. Массаж жасап жіберіңіз өз қолыңызбен. Осылай орамалмен ыссы күйінде басасыз кеудеңізге. Құрметті менің алтын достарым, бұл әдіс өзім тәжірибемнен өткен әдіс, сіздерге де көмегі тиіп қалар деп шығарып отырмын. Каналыма тіркеліп, лайк басып және колокольчикті басып қойыңыздар. Сіздердің лайктарыңызға қарап, комментарияларыңызға қарап мен видеоны шығарып отырамын. Келесі видеода кездескенше құрметті алтын достарым, сау болыңыздар.